Қайырлы күн, қайырлы кеш баршаларыңызға. Сіздерге ECP ключ алудың ең оңай жолын көрсетейін. Яғни өздеріңізге қалай ECP ключ аласыз. Ол үшін сізге міндетті түрде компьютер болу керек. Егер телефонмен алам десеңіздер, телефонмен алатын видео менің каналымда бар. Осы видеоның астына сілтеме тастап кетемін. Ал енді ол мысалға телефоннан алған тек телефонға жарайды. Ал компьютермен алған ол барлық жерге жарай береді. Сол үшін де сіздерге компьютермен алатын вариантын көрсетіп өтейін. Мінекей компьютерлеріңізде интернет болу керек және камера болу керек. Менде камера бар. Мына жерде тұр, көрінбей тұр дейме. Енді мінекей Google-ға кіріп, менде Яндекс, бәрібір қайсысы болса да, осы жерге Еков деп жазасыздар. Мінекей Еков KZ деген шықты. Осыны басып, мінекей ең бірінші тұрған Еков KZ дегенге кіреміз. Мінекей. Осыған кіргеннен кейін, міне барлығы сол. Бір Еков порталы. Осылай Еков порталына кіреміз, басты бетке. Төменге қарай түсеміз. Мінекей басты беттер. Төменге түскеннен кейін, мінекей получение ECP удаленно деген тұр. Осыны басамыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, YouTube каналыма. Сіздерге керекті видеолар ұсынатын боламын. Ұмытпай тұрғанда подписаться батырмасын басып, лайк басуды ұмытпаңыз. Мінекей заказать услугу онлайн. Егер сіз ИП-ға немесе ТО-ға ECP ключ ашатын болсаңыз, мына жерде юридическое лицо деген тұр. Ал егер өзіңізге немесе басқа біреуге ашатын болсаңыз, физическое лицо деген тұр. Физлицо дегенге басамыз. Мына жерге иін жазамыз. Мен өзімнің иінім жазайын. Отправить запрос. Егер удостоверениеңіз болса, удостоверениені белгілейсіз, немесе паспорт болса, паспортты белгілейсіз. Маған удостоверением бар, паспортым жоқ, сондықтан удостоверением белгілеймін. Номеріңіз жазасыз. Номеріңіз Ековқа тіркелген болу керек. Егер номеріңіз Ековқа тіркелмеген болса, менің каналымда номер тіркейтін видео бар. Мына БМГ, база мобильных граждан, яғни. Сол видеоны қарап, номеріңізді тіркеп алсаңыз болады. Тоже осы видеоның астына тастап кетемін. Регистрация БМГ, яғни БМГ-ға тіркелу деген қазақша видео бар. Номерімізді жазамыз. Маған код келеді. Получить код. Осы жерге код жазамыз. Мінекей сіздерге автоматты түрде видео камера ашылады. С возвращением алиатта дейді. Мысалға, мінекей. Енді біз бұдан видео проверкіден өтеміз. Жақында дейді. Загрузка фото, видео проверка. Мінекей камераны ашқаннан кейін, камерадан өткеннен кейін осындай шығады. Астыңғы жағында пайдаланушылық келісімді оқыдым дегенге подтвердить басамыз. Мінекей осылай шығады. Выбрать хранилище и подать заявку басамыз. Мінекей персональный компьютер және дайын тұрған папкамызға сақтаймыз. Так, менде кез келген папканы алып сақтай берейін. Мінекей выбор папки осыны ашамыз. Подтвердить.
мінекей менің аты жөнім шықты и обновить дегенді басамыз мына жерде. Загрузить сертификаты дегенді басамыз. Мына жерге паролімізді жазамыз. Латинский әріп болу керек және сандар болу керек. Бір үлкен әріп салсаңыз да болады. Мына жерге сол подтвердить етеміз. Подтвердить. Мінекей өзі шығып тұр. Пароль должен быть 6 символов. Короче, 6 символ бір үлкен буква болу керек дейді. Сіздер сөйтіп бір үлкен буква салып, подтвердить етіп, жаңа папкаға уже загрузить етіліп дайын тұрады. Сол кілтпен кез келген жерге пайдалана бересіз. Кілттің жарамдылық мерзімі 1 жылға жарамды. Менде кілт болғандықтан бұны сақтамаймын. Сондықтан сіздерге пароль ретінде мен сіздерге бір үлкен әріп мысалға Алия деп жазуға болады. Үлкен әріп А, Л, Ия. 6 символ болу керек. 1, 2 дейін. 6 символ болды. Мінекей, жақыннан көрсетейін. Али болып қапты, Алия деп жазамыз. Өздеріңізге оңай пароль қойғандарыңыз дұрыс. Өйткені ұмытып қалуларыңыз мүмкін. Мінекей, Алия. Осындай сияқты пароль. Сіздерге мысал ретінде көрсетіп отырмын просто. Осылай подтвердить етіп сақтап аласыздар. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер тағы да түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер, сіздерге арнайы видео түсіретін боламын. Жақсы сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып тіркеліп отырыңыз. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.